Бүгінгі әлемде бәсекеге қабілетті болудың басты жолы жай шикізат емес, жоғары технологиялы терең өңделген өнімдер өндіру. Олар экономиканың шын мәнінде жаңа қозғаушы күші. Терең өңделген өнім дегеніміз шикізатты бірнеше кезеңнен өткізіп, жоғары қосымша құнмен шығатын өнім. Мысалы, жай бидай емес, биоқоспа бар, биоэтанол. Жай мұнай емес, пластик, полимер, авиаотын. Жай металл емес, микрочип, аккумулятор, электр техникасы. Дүние жүзінде қазір басты тренд шикізат емес, оның орнына жоғары технологиялы өнім сату. Себебі мұндай өнімнің бағасы бірнеше есе жоғары. Экспорт көлемі тұрақты, ал әлемдік сұраныс үнемі өсуде. Өңдеу өнеркәсібінің дамуына жаңа серпін беретін уақыт келді. Бұл бағытта соңғы 5 жылда бірқатар жетістік бар деп айтуға болады. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы қосымша құны 2 есе өсіп, 17 триллион теңгеге жуықтады. Ал оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 12-де 4%-ға жетті. 163 жаңа өндіріс іске қосылды. Соның нәтижесінде 12,5 мың тұрақты жұмыс орны пайда болды. Қазақстан экономикасы көп жылдар бойы шикізат экспортына тәуелді болды. Ал терең өңдеуді дамыту экспортты әртараптандырады. Жоғары жалақысы бар жұмыс орындарын ашады, инвестиция тартады. Ішкі технологиялық дамуды тездетіп, шикізатты өзімізде толық құнмен пайдалануға мүмкіндік береді. Экономиканы әртараптандыруды тың қарқынмен жалғастыру керек. Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті, терең өңделген өнім шығаруға басымдық берілуге тиіс. Но отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов. Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. Қазақстанда терең өңдеуді дамытудың бірнеше нақты бағыты бар. Олар литий және батарея өндірісі, нанотехнология және сирек металдарды өңдеу, агроөнімдерді терең өңдеу, мұнай химия және газ химия индустриясы, машина жасау, роботтандыру. Бүгінде Қазақстанда электролит, катод материалдары, полимер өнімдері, биотехнологиялық препараттар өндіретін кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы өндірістер елдің экспорт құрылымын түбегейлі өзгертеді. Жоғары технологиялы терең өңдеу Қазақстан экономикасының болашағы. Өз ресурсымызды өзімізде өңдеп, әлемдік нарыққа дайын өнім шығарсақ, елдің даму қарқыны бірнеше есе өседі. Бүгінгі әлемде тек шикізатты сататын елдер емес, оны терең өңдеп, жоғары технологиялы өнім шығара алатын мемлекеттер ғана шынайы экономикалық серпіліске қол жеткізген. Терең өңдеу ұлттық байлықты еселеудің ең тиімді жолы.